Ақселеу Сыланұлы Сейдімбек 1942 жылы 12 желтоқсанда Атасу ауылы, Жанарқа ауданы, Қарағанды облысында дүниеге келген. Жазушы, әдебиет зерттеушісі, ғалым, филология ғылымының докторы, профессор. Әкесі Сылан екінші дүниежүзілік соғыста қайтыс болып, әкесінің ағасы Аманбектің тәрбиесін көріп өскен. 1961 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақтың ұлттық университетіне оқуға түсіп, 1968 жылы журналистика факультетін бітіріп шықты. Салсамалы саумалдай болған мақпалыдай бередер. Ақселеу Сейдімбек өзінің Күй шежіре атты кітабында былай деген болатын: өзіндік қасиеттен айырылған ұлт өледі. Ұлтты өлтірмейтін оның төлтума мәдениеті ғана. Сондықтан азапты өмірді Тәңірдің сыбағасына балай жүріп, өткеннің асылдары болашақ ұрпақтың жан жүрегін жылыту үшін қол жалғап жіберуіміз қажет-ақ. Қарап отырсақ, Ақселеу Сейдімбек бүкіл саналы ғұмырын елінің ертеңі үшін сарп еткен. Мұндай көзсіз ерлікке туған жерін, атамекенін, халқын, елін шын жүрекпен сүйген адам ғана бара алары сөзсіз. Жастық шағынан бастап жанкештілікпен, еңбекпен дос болған. Әрбір секундын қадірін білу, сезіну деген осы. Қара бастың қамын ойлаудан аулақ, не істесе де, не жазса да халқы үшін, жалпы адам баласы үшін жазған. Мен 10-шы класс бітіргенде, 10-шы сынып бітіргенде вуздарда қандай факультеттер болатынын білгем жоқ. Мен Бетпақтың шөлінде өстім. Мен орысты 6-шы класста көрдім. Машина, трактор деген 5-ші класста көрдім. Аттың жалы атамның қолында өстім. Бірақ мен кейін білім алып, оң солымды танып, адам болмысының, адам ретінде болмысының қандай екенімді сезінген кезде іштей бірақ нәрсеге өкінемін. Менен өте жақсы музыкант шығатын еді. Менің бойымда музыкалық қабілет басқа қабілетімнен әлде қайда басым екенін сеземін. Ақселеу Сейдімбек 2009 жылдың 16 қыркүйек күні Астана қаласында қайтыс болды. Жанарқа ауданының орталығы Атасу кентінің іргесіндегі Қарауыл төбеге жерленді.